министрлікті қосқанда 36 жыл мұнай газ саласында жұмыс жасаған екен. Соған барып осы мәселені айтып едім, бірден кітапты шығаруға көмектесті. Премьер-министрдің Түркияға алғашқы ресми сапары кезінде осы Бақтықожа ағаның самолетімен ұшты премьер-министр. Өмірімдегі ең үлкен бір жасаған ерлігім сол Йеменде болды, шын айту керек. Бұл атақтың салмағы ғана емес, абыройы ғана емес, бұның жауапкершілігі бар. Мен Төлеген Айбергенов деген ағам боламын. Ол Атырау облысы Теңіз ауданы Нарын құмының төрінде туған, дегенмен қызықты балалық шағын Ақжайық ауылында өткізген. Үлкен өмірге де сол ауылдан жолдама алған. Сол кездегі мұнайшылар дайындайтын ірі оқу орнын үздік бітіріп, қарапайым мұнайшыдан бастап өзінің білімі мен біліктілігінің арқасында өз саласының министрі лауазымына дейін жеткен. Атырау облысын басқарған, жылдары елеулі экономикалық серпін болғаны белгілі. Сол уақыттары өңірде ірі жобалар жасақталып, халық олардың игілігін көріп жатыр. Соның ішінде Атырау Индер тас жолы, Азғыр өңірінің газбен қамтылуы, Махамбет ауылын өтіп жатқан облыстағы ең ұзын көпірдің құрылысын салуға айтарлықтай үлес қосты. Бүгін біз Қазақстанның еңбек ері Бақтықожа Ізмұхамбетов жайлы баяндаймыз. Бұл атақтың салмағы ғана емес, абыройы ғана емес, бұның жауапкершілігі бар. Бұл атақты алған адам елдегі барлық салада, барлық азаматтар алдында бір тұлға, бір абыройдың, еңбектің, бір ақиқаттың бір белгісіндей болу керек, эталон болу керек деп ойлаймын. Енді бұл кісі осы еңбек ері атағын алған кезде президент әрине, мен ойлаймын, бұл кісінің ең бірінші кезекте Қазақстанның мұнай өндіру саласындағы еңбегін ескерді. Мен осы жерге соңғы 8 шақырылымға депутат болып келгенде, маған бір журналист сұрақ қойды. Сіз осы біраз уақыт Назарбаевпен бірге жұмыс жасадыңыз, сол кісімен бірге неге кетіп қалмадыңыз? деп. Сонда мен жауап бердім. Мынау өздеріңіз көріп отырсыздар, мәжілістің 70%-ға жуығы құрамы жаңа адамдармен толықтырылып жатыр, жаңа адамдар келіп жатыр. Сондықтан өмір көрген, өндіріс көрген, атқарушы органда жұмыс жасаған, парламентте жұмыс жасаған тәжірибесі бар адам керек болса керек, маған осындай ұсыныс болды. Сосын келіп жатырмын. Және тағы бір себебі бар. Мен сол кезде, сол жұмыс жасаған кезімде, осы жерде мәжілісте болған кезімде жүзеге асырылмаған кейбір нәрселерім бар еді, өзім ойымда жүрген, айтып жүрген. Соларды жүзеге асырсам деп ойлап жүрмін дегенде қайтадан сұрақ қойды. Онда бәле жыл жүргенде не бітірдіңіз, соны бітірмей, жүзеге асырмай? Сонда мен айттым, оның да себебі бар. 90-шы жылдары біз 2000-шы жылдары қазіргі кездің мүмкіндігі болған жоқ. Сондықтан жүзеге асырылған жоқпыз. Әр уақыттың өзінің мүмкіндігі болады. Сол мүмкіндікті тиімді пайдалану, ол біздің үлкен мақсатымыз және мойнымыздағы міндет. Міне сондықтан сол ойларын жүзеге асыруға келіп жатырмын деп. Бақтықожа Салахатдинұлының бір қасиеті, тіпті ол мейлі үлкен дастархан басында бола ма, үлкен бір сондай бір ресми жиналыстар өтіп жатқан кезде бола ма, болмаса басқалай бір жұмыс барысында бола ма, барды бар, жоқты жоқ деп кесіп айтады екен. Мен осы бір мінезіне тәнті болдым. Қаншама көптеген сәттерді өзім былай көңіліме түйіп алдым, бірақ соның ішінде әсіресе маған бір қатты әсер еткен және өзіме бір жақсы бір сабақ болған дүние осы басшы ретінде кесіп шешім қабылдай алу. Министрлікті қосқанда 36 жыл мұнай газ саласында жұмыс жасаған екен. 36 жыл. Соның ішінде өндірісте жұмыс жасадым, ғылыми зерттеу институтында жұмыс жасадым. Мен кандидаттық қорғадым, докторлық, мен 49 жасында докторлық диссертация қорғадым, Ресейден қорғадым бәрінде. Мен мынау Қарабалин екеуміз аспирантураны Москва мұнай институтында бітірдік. Сол ғылыми дәрежем бар, өндірісте болдым, бірнеше жыл шетелде жұмыс жасадым, компанияларды басқардым. Енді мына екі компанияда жүргенде мұнайдың барлық процесіне араластық. Мынау бастап сейсмика дейді, сейсмический геофизический разведкадан бастап, соңында мұнайды
переработка жасап тасымалдауға дейінгі жұмыстың бәріне тікелей араластық. Сондықтан бүкіл процеске бір бөлек араласып тәжірибе жинағаннан кейін, осындай үлкен ұсыныс болғаннан кейін министрдің бірінші орынбасары болып келдім мен. Ең бірінші теңіз компаниясы Қазмұнайтеңіз дейтін үлкен компания. Бүкіл қашаған солардың бәрі сонда болды. Соның ең бір алғашқы генеральный директор болдым мен. Басқардым соны құрып. Онан кейін мен Қазмұнайгазда басқарушы директор болдым. Бүкіл СП-ларды басқардым. Сондай болып жүрген кезде маған президент министрдің бірінші орынбасарын ұсынды. Және айтты, бірінші орынбасар болып бар, бірақ болашақта мен саған одан да жоғары лауазымға баруға әзір болдым. Сондықтан мен сондай анадай сенімнен кейін, осындай көмектен кейін мен ойланбастан бардым. Өзім жасай алатынымды білдім. Сол жерде сондықтан солай жұмыс жасадым. Қазіргі кезде мысалы кейбір осы біздің депутаттарымыздың арасында да мынандай әңгімелер туындайды. Сол кездегі келісім шарттардың бәрін қайта қарау керек, өзгерту керек. Мынау налоговая нагрузка дейді, салықтың бәрін қайта қарау керек, әлеуметтік мәселелерге қайта қарау керек, келісім шартты өзгерту керек деген әңгімелерді айтады. Ол қолдан келмейтін нәрсе. Мен бөле айтып жүрмін. Қолдан келетін нәрсені айту керек. Мына шетелдік контрактілер жасалған, үлкен компаниялармен жасалған келісім шарттар, ол біздің заңдарымыздан жоғары тұрады. Заң жүзінде. Сондықтан біз оларды өзгерту үшін тек қана екі жақтың келісімі болу керек. Негізгі бізге 94 жылы келді бастап. Біз 93 жылдың, мен 92 жылдың 13 декабрь күні, 13 желтоқсан күні Анкара қаласында біз Қазақ-Түрік мұнай компаниясының келісіміне қол қойдық. Труйнюк дейтін министрмен екеуміз барып. Оның бер жағында 93-тің басынан бастап ең бірінші құрылған компания Қазақ-Түрік мұнай, жаңағы 12 мың кісі жұмыс жасады дедім ғой сол. Содан кейін құрылған компания ол мына Қазгермұнай дейтін компания болды. Немістердің Фебаойл, Вегаойл дейтін компаниялармен келісім шарт жасап, оның да келіссөздерді мен жүргіздім, мен басшысы болдым сол келісім топтың. Олар жаман қабылдаған жоқ. Олармен де, қай-қайсымен де біздің енді ол кездегі бар қолымыздан келгені, бүкіл дүние жүзіндегі барда қолымызға түскен келісім шарттарды, бүкіл заңдарды, ол кезде ең қиындықты айтайын. 93 жылы, жаңа айттым, осылар мекемелер құрылды деп. 93 жылы алғашқы гигант Шеврон келді бізге, Теңізге. Теңіздің енді аса тереңде 5,5-6 шақырым жер тереңдікте, оның астында әлгі аномальный высокое давление дейміз, үлкен қысымда 20%-ға дейінгі күкірті бар ішінде, оны жететін қиыншылықтары жетеді. Сол жерде енді ондай жерде жұмыс жасау үшін бізде не техника жоқ, не технология жоқ, не маман жоқ. Сондықтан сол Шеврон келіп бізде сондай айтайын отырған, олар жұмыс бастаған кезде, жаңа 93 жылы, мұнай туралы заң жоқ, инвестиция туралы заң жоқ, жер қойнауын пайдалануында заң жоқ. Сондай кезде жұмыс басталды. Президенттің келісімімен сол кездегі басшымен солай басталды. 94 жылы ғана осы 3 заң дүниеге келді. Сол заңдардың алғашқы әсіресе жер қойнауын пайдалану заңды жазған, негізін жазған адамдардың біреуі менмін. Оны біз мен әлі есімде Норвегиядағы Сатойл дейтін компания бар атақты. Солардың қарадық, Англияның заңын алдық, Ресейдің заңын алдық, 4-5 елдің заңын алып, солардың бәрін ішін қалай пайдаланамыз деп солардан құрап, өзіміздің заңымыз, алғашқы заңымыз, оның бер жағында әрине көп өзгерістер, толықтырулар енгізілді, бірақ алғашқы шығарған заңдарды солай қылып біз бастадық. Мен келгенде негізінде өзі мұнда депутат болып мемлекеттік қызметке келдім ғой, енді бұл да биліктің бір заң шығарушы саласы ғой. Мемлекеттік биліктің үлкен бір институты. Мен шынында да бөтен ортадан келдім. Мен таза оппозициядан келдім. Өзім оппозициялық газет шығардым, соның бас редакторы болдым. Мұнда келгенде мен бір тауықтың балапандарының ішіне кіріп кеткен бір үйректің балапаны сияқты болып өзімді жатырқап сондай. Мына ортаға сіңе салмай бір алабөтен бір сезімде болдым. Сол кезде алғашқы сессиядан кейін осы Бақтауғаж ағам мені шақырып алып қасына. Ермұрат, менің қасымда жүрсе.
екеуміз енді бұрыннан біліс таныспыз деп мені өзі бір бауырына алды. Қанатының астына алып, сондай бір ілтипаты керемет болды. Енді ол кісінің жаңағыдай спорттағы жетістіктерін анау-мынау бір 40-50-дегі жас жігіттер қайталай алмайды. Көзімізбен көрген жағдайлар, кәдімгідей отырып, жаңа пиджагын шешіп тастап, жаңа отжимание жасаған кезде талай жас жігіт енді ұялып қалатын сыңайда. Енді ең бастысы бұл кісінің біздің Батыс Қазақстан өңіріне сіңірген еңбегі. Мен енді сол өңірдің төл перзенті ретінде талай жарқын істерінің куәсімін. Соның бірі бұл кісі әкім болып келген кезде Батыс Қазақстан облысының газдандырылуы 45% пен 50% арасында болады. Яғни жартысына дейін тек газдандырылып тұрған болатын. Ал Батыс Қазақстанға бұл мәселенің актуалды болатын себебі біз сонау кеңес үкіметі кезінен бері Батыс Қазақстан облысына газ өндіріп, соның жағдай көршілес Ресейдің Орынбор облысына жаңағыдай өңдетіп, республика таратып отқан өңір едік. Бұл кісі енді әкім болып дәл қанша жыл істеген мен нақты білмеймін, бірақ бұл кісі кеткеннен кейінгі көрсеткіш 90%-дан асты. Яғни 45%-дан 90%-ға дейін көтерілді, бірге бір қосылды былайша айтқанда. Жасыратын жоқ, жастайымдан басшы қызметтерде болдым. Мен өзім қашанда барлық уақытта да сол басшы қызметтерде жүргенде, оның ішінде министр болған кезде де, әкімдікке барған кезде алғашқы бір ай бойы мен айдарындағы азаматтармен бірге әрине, бірақ өзім ойладым. Осы елде, осы аймақта қандай ең үлкен қиындық бар. Соның ішінде қандай қиындықтан құтылуға менің мүмкіндігім болады. Жоспар жасадым. Сосын соған қанша қаржы керек, ол қаржыны қайдан аламын. Қысқаша айтқанда барлық өзіме бір айдың ішінде жоспар жасап алдым. Сол алғашқы бір айдан кейін мен мысалы Батыс Қазақстанда анау Ордаға барғанда, ең шалғай аудан ғой. Сонда барып көргенде, енді ол біздің Қазақстанымыздың көршілерге қарағанда жағдайының қиын екендігіне әбден көзім жетті. Аудан орталығында түк жоқ. Жағдай өте нашар. Сонда ең бірінші айтқан нәрсем жаңағы, енді министрліктен келдім ғой. Газ жүргіземін деп уәде бердім. Бір ғана мысал айтайын. Мінекей, Орал бар, аржағында Ақсай бар. Ақсайдан Бөкей Ордасы, басқа деген Батыс Қазақстан облысындағы, мен де сол жақтың тумасымын. Мен үшін ыстық тақырыпта 6 шақырым дейді. Адам тұрмайтын жер сияқты, бірақ сол жерге дейін газ тартты. Сол кезде, мысалы үшін, енді сол кездің ақшасымен 200, 300, 400 миллионның айналасы шығар, долларға шаққанда. Қазір бұндай жобалар 2-3 миллиардтың айналасы. Бақтықожа ағамыз Атырауға барған кезде, енді бұлай қарасаңыз, енді мен өзім Атырауда істеген азаматпын, ар жағында үлкен аймақтар бар. Капустин, Ярмен, басқамен шектесіп атқан, шекараласып атқан. Ол жерде біз істеген кезде енді адам тұруға лайықсыз, жолы жоқ, аймақтар сияқты көрінетін. Бірақ халық тұрсын, халық сол жақта қалсын деген мақсатпен сол кездегі инвесторларға лайықты әңгіме жүргізіп, лайықты түсіндіру жұмысын айтып, басқасын жасап, Батыр Салахаддинұлы сол Ресеймен шекаралас аймақтарға газ тартып берді, жол салып берді. Мен енді мұнайдың басқарған адаммын ғой. Сіздерге ең бірінші беретін уәдем осы жерге газ жүргіземін дегенде, Ескендір деген белгілі социалистік еңбек ері ол кезде. Герой социалистік тұруда. Ескендір деген ағамыз алдында алтын жұлдызымен отыр. Айналайын Бақтықожа, сенен бұрынғы әкімдерде осындай әңгімені айтқан, ет қызуымен айтып отырған шығарсың, ниетіңе рахмет деді. Сосын мен айттым, онда аға, былай болсын дедім. Осы күнді мына халықтың алдында отырмын ғой енді. Осы күнді белгілеңіз, келесі жылы осы күнге дейін мен газ әкелемін деп уәде бердім. Және оны шын айту керек, 10 айда жеткіздік. Оралға әкім болып барғаннан кейін, азғантай уақыттан кейін, бір ай уақыт өтпестен бұрын Бритиш газбенен Ажептің
екі первый президенттері маған құтты болсын айтуға келді. Екеуі келіп құтты болсын айтқанда айтты, ал менің бір өтінішім бар. Мынау бар газ Қарашығанақта, біздің Оралда газ жоқ, қалада. Аудандар детпей ақ қояйын. Ол кезде газбен қамту облыста 40%-ға да жетпейді екен. Соны маған Қарашығанақтан Оралға газ құбырын салыңдар, магистральный. Сосын екеуі жиналыста айтты, ойланайық енді. Екеуі де бірінші орынбасарлар ғой енді. Сосын как раз олар сенбі күні келді маған. Сенбі күні түсте мен оларды түскі асқа шақырып, резиденцияда түскі асқа барғанда, олар теннисный кортты көріп, жолдас әкім, сізде настольный теннис бар ма деп сұрады. Ойыма сақаты түсіп бір арамдық аздап. Айттым, бар, ойбай ойнайық деді. Анау екеуі де жақсы көреді екен настольный теннис. Сосын мен жігіттерге тапсырма бердім. Ана жақта әзірлеп қойыңдар, қазір келеміз деп. Сосын тамақтан кейін бардық, қуанып кетті столды көріп екеуі де. Сосын мен айтам, онда бір ұсынысым бар. Егер мен жеңсеңдер, мен онда жаңағы өтінішімді қайтып аламын. Бірақ жеңсеңдер, осы жерден маған қол бересіңдер, салам деп. Қасымда менің кісілерім, жігіттерім бар. Себебі мына көріп отырған кісілер ертең оны біледі. Талай кісілер көрді оны, ортасында болды. Сол жерде анау ұзақ созбай ақ қояйын, екеуін де жеңіп, сол газ құбыры салынатын болды. Сосын сол ол кезде соны жылдамырақ шешіп, газ құбырын бастап, сол газ құбыры салынып жатыр. Сосын осында совет директоры, жаңа Қарашығанақтың жиналысы болатын болды. Сосын жиналыстан кейін екеуін мен жігіттерге тапсырма берген, мұнайда мен енді жігіттерім көп қой мұнда. Кешкі асқа шақырып, үшеуміз отырғанда айттым, сендерден бір кішкентай өтінішім бар. Ана газ құбыры салынып жатыр, қасында бір аудан қалып баратыр. Соған енді тағы да тарта салыңыздар. Неше километр? 100 километр. Көп қой дейді. Енді салсаңдар, кішкене маған көмектесіңдер ғой енді. Әңгіменің қысқасы Сырымға газ құбыры салынатын болды. Жымпитыға. 100 километр салынып жатыр. Сосын, олар айтпақшы, мен шақырмақшы болды мұнда. Мен айтым, жоқ, сендер мен Лондонға барғанда шақырыңдар қонаққа. Мына жақта мен өзім Қазақстаным ғой енді. Сосын Лондонда жиналыс болатын болды, шақырды. Үшеуміз сол жерде тағы да отырып әңгімелесіп отырмыз. Кешке кішкене көңілденіп отырған кезде айттым, сендерге мен рахмет айтайын деп келдім. Бірден алып келер едім, сувенир, сендерде бәрі бар. Сондықтан менің бүкіл халқым рахмет айтып жатыр сендерге. Өзімнің атымнан рахмет айтамын. Бірақ енді кішкентай бір ұсыныс, тағы да өтініш болып отыр. Қандай өтініш? Ана жанда енді соңғы бір аудан қалып қойды, соғанда тарта салайық. Неше шақырым? 100 шақырым. Соны әңгіменің қысқасы Қаратөбеге міне осылай газ құбыры салынды. Теректі, Сырым, Қаратөбе, Шаудан. Бақтықожа Салаудынұлы Ізмағамбетов 2012 жылда август айында бізге облыс әкім болып дайындалды. Сол кісі әкім болғандан кейін где-то 1-2 аптадан кейін бары ауыл шаруашылығы саласында жасайған жігіттерді жинап, осы өзінің кабинетінде жиналыс өткізді. Сол кісі жиналғаннан кейін біз өз жағдайымызды сол кісіге ескерттік. Сол кісі 6 ай бойында күзімнен где-то январды орталарғаша жинап бізден кімге қалай планы бар екен, қалай қожалық ашу, қалай ауыл шаруашылығын көтеруге қалай көңіл бөлінетінін біліп, біздерге сонда енді вообще тарихта болмаған ақша бізге бөлінді. Сол ақшалардан бірі менге де $500 миллиардтай ақша бөлініп, Махамбеттегі Сарайшық ауылында мен өлкін ешкі сүтіні өнімдерге завод салдым. Содан кейін мен өзді Қарашығанақтың несін газопроводын салғызып болдым. Сосын сол бойда мәселе шештім. Давай газ турбина электростанция салып алайық. Соны менің білесің ғой, резиденцияға жүретін жерде 63 мегаваттық, ол кезде біз примерно 40 мегаватт, 35, максимум 40 мегаватт энергия алып отырдық Ресейден. Мен 63 мегаваттық газ турбина электростанция салғызып алдым. Азғантай уақыттың ішінде. Болды. Салынып біткен бойда жұбайсымыз болды дейді маған. Ой, Бақтықожа Салахадинович, эти бессовестные, вот мне айтқан жоқ, мен давай мен айтамын, все, рахмет саған. Міне осылай шешкенбіз. Сол газопроводтың арқасында біз қанша мәселе шештік. Ойлап қарашы. Енді ол дейтін бүкіл
әлгі мультипликативный эффект дейміз ғой. Шағын орта бизнеске қанша мүмкіндік туғызды, қанша жеңілдік болды адамдарға. Міне осындай жағдай, осындай үлкен мәселелер шешілді. Біз Батыс Қазақстан облысында, мен сол жерде әкім болған уақытта 4,5 жыл жұмыс жасадым ғой. 1200 шақырым газопровод салдық. Мен ол кезде бұл 2007 жыл болса керек. Жоқ, 2008 жыл. 2008 жылы Қарашығанақ компаниясының үлкен жиналысы болатын болды. Мен әкім ретінде бардым, сол орынға қатысып. Сол әкім 2007 жылы мына министрліктен әкім болып бардым ғой. Барсам, Қарашығанақ 10 миллион әлеуметтік салаға 10 миллион доллар ақша береді екен. Сол 10 миллионның 1 миллионын Құрмегелеуұлы менен бұрын әкім болған, ол кішкене алдына да бір нәрселерге жұмсап жіберген. Онан кейін екінші Ашимов деген Нұрғали деген азамат менің алдымда әкім болған. Ол да 1 миллионын кішкене алдына да жұмсап жіберген. Маған 8 миллион қалды тек қана. Барғаннан кейін олар біледі ғой, алдында жұмыс жасап жүрміз ғой. Барғаннан кейін жаңағы жиналыста ең бірінші мен көтерген мәселем айттым, 10 миллиондарың аз, сендер маған 20 миллион ақша беріңдер. Сосын олар жоқ, келіспеді жаңа. Біз келісе алмаймыз ол. Мен және айттым, неге олай цифрын айттым, олар осыншама сендер ақша тауып жатсыңдар. Және ол СРП деген ол өзі бір оңай емес контракт. Қазір жұрттың бәрі одан бас тартып жатыр. Біз кезінде амал жоқ СРП-мен кірдік соларға. Сосын онда айттым, онда егер ол бермейтін болсаңыздар, маған басқа мәселелерді қарауға мен ешқандай интересім жоқ. Онда өздеріңіз жиналысын өткізе беріңіздер дедім де, шығып кетіп көрші үмітке отырып алдым бар. Содан біраз уақыттан кейін, бір жарты сағаттай уақыт өткеннен кейін бір жігіт келіп шақырады, мен сізді шақырып жатыр деп. Егер мәселе шешілмейтін болса, мен бармаймын деп айттым осыға. Содан анау шақырып екеуі келіп, соған жаңа бірдеңелер айта бастады маған. Сосын мен айттым, енді кешіріңіздер, бұл жер переговор жасайтын жер емес қой. Чего хотите? Айтыңдаршы, мен не үшін шақырып жатқан жаққа. Сосын айтты, шыдайым, біз келсеміз жаңағы нәрсеге. Онда барайын бірге. Міне осылай барып 20 миллионға солай кесілгенбіз. Бұл дейтін әңгіме шыны керек. Шетелдіктермен жұмыс жасаған кезде кейбір жағдайда саудаласуға ұялмау керек. Ол елдің мүддесі. Бірақ оны саудаласу үшін оған негіз керек. Негізсіз саудаласу болмайды жақта. Бақтықожа Ізмұхамбетов қазір ел парламенті мәжілісінің депутаты екенін білеміз. Бұдан бөлек ол ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Біле білгенге бұл өте тағылымды істің көрінісі, үлгісі. Сол себепті де биыл мамыр айында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бақтықожа Ізмұхамбетовті қабылдаған еді. Кездесуде Бақтықожа ағамыз президентке ардагерлер ұйымының атқарып жатқан жұмысын баяндады. Мысалға, дәнекер бастамасы арқылы соңғы 4 жылда 4,5 мыңнан астам дау сотқа жетпей келісім арқылы шешілген. Ал мұқтаж азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсетуге бағытталған іскерлік және жанашырлық жобасы Атырау, Солтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарында іске асырылып жатыр. Қазыналы ұйымның өкілдеріне президент те оң бағасын берген болатын. Әсіресе дін жөнінде, мысалы, менің үлкен түсінігім бар. Бұл жөнінде мен соңғы Қасым-Жомарт Кемелұлында кездесуде болғанда да айтып кеттім. Бұл мәселеге бір кішкене шын айтқанда қатарақ қарайтын кез келе жатқан сияқты. Өйткені қазіргі кейбір біздің бара жатқан бағыттарымыз, әсіресе жастарымыздың арасында. Оны мен бөлек айтатыным, мына мысалы біздің Астанада жұма күндері мешіттің айналасына барсаңыз, ішке сыймай сыртта жастар шұбырып жүреді. Енді ол іштек емес, мектептің балалары баратын болды қазір. Бұның барлығы, ол мен дінге ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ ол мысалы түскі кезде олардың жұмысы қайда, олардың оқуы қайда. Сондықтан одан гөрі білім алуға, жұмыс жасап жүрген адамдарға қызмет жасауға уақыт бөлін керегі дұрыс болар деп ойлаймын. Мына кейбір қазіргі шығарып отырған заңдар, қазір қолданыстағы заңдарда оқушы арыз етсе, ұстаз кінәлі болып қалуы мүмкін. Ата-ана арыз етсе, мұғалім кінәлі болып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл мұғалімдерді қай уақытта да, егер балаларымыз дұрыс тәрбиелесін десек, жақсы оқысын десек, мұғалімдердің статусы қашанда жоғары болу керек. Біздің өскен ауылымызда 8 жылдық қана мектеп болды. 9-шы, 10-шы, 11-ші класс, ол кезде 11-ші класс деген болды. Интернетте оқыдық біз. Сонда интернеттағы күніне 57 тиынның тамағын ішеміз екен. Ойлап қарасақ. Енді қазір айтуға ұятта болса тек аш болдық.
қарны ашады кәрім. Жаңағы енді сосын жатқан интернатымызда балалар жататын жері бөлек болды. Өте салқын болды ішіміз. Кешке кезекпенен пол жуылады. Сол пол жуып болғаннан кейін, еден жуып болғаннан кейін, ішке кіргенде сырғанап барып кроваттың қасына тұрасың, бала қатып қалады. Соны таңда тұрғанда, анау коридорда 200 литрлік темір бөшкелер болады ғой. Соларда су қатып тұрады, соны қасында тұрған ломмен ойып, умывальникке құйып алып, соны жуып жүрдік. Міне қазір ойлап қарасаң, бір шын айтқанда тұтқында жүрген адам сияқты болып өмір сүрдік. Міне осындай жағдайда да біз соған үйрендік. Біздің тұрған ауылымыздың бір ерекше жұмысы болды. Ол 57 жылы өздеріңізге енді үлкен адамдар біледі, осы Жайық өзені тасып, жан-жақтың бәрі суда болды. Сол кішкентай ғана ауылымызда судың ортасында бір аралда тұрғандай болды. Жан-жағындағы көлдер, сайлар бәрі сумен толып тұрды. Міне осы суды пайдалану үшін кезінде енді үкіметтің қаулысы ма, әлде облыстық шешімдерге байланысты ма, соған миллион пекин құсын әкеліп қосты. Сонымен кішкентай ғана ауылдың бәрі маңы су, үсті әппақ құс болып тұрды. Біздің енді бала күнгі жаздағы жұмыстарымыздың көбі осы құсты бағу еді. Арнайы құс фермасының басшысы болды, Меңдіғали дейтін ағамыз. Сол мектептен үлгілі оқушыларды таңдап алатынды. Сонда осы бәріміз, бәкең бар, тағы да балдар бар, құсты қайыру, оның далаға шыққанда, қыдырғанда, демалуға шыққанда жұмыртқалайды, соны жинау, құстың ұлпа жүні сумен бірге толқынмен жағаға жиналады, соны жинау. Сондай енді бір көзге қарағанда ауыр емес, бірақ жауапкершілігі үлкен. Оқу жылы басталды. Мен енді классқа келіп партаға отырдым, өзім орныма бұрынғы, мен енді сол мектепте оқып жүрдім. Сол бір мезетте бағанағы Бақтықожа келіп, мына менің қасыма келіп, мына орын бос па деп сұрады. Сосын бос, келе отыр деп, екеуміз сол 59 жылы бір партада отырып, мына күні бүгінге дейін өмір партасында бірге келатырмыз. Мен біріншіден бала кезімнен 6 класс, 6 сыныптан бастап поэзияға әуес болып, әуелі аудандық, облыстық, ол кезде республикада Қазақстан пионер деген газет болды. Сол газеттерге менің өлеңдерім шыға бастады. Сондықтан сол бір кезде ақын болсам екен деген ниетім болды. Онан кейін сол 7 сыныптан бастап мен математикаға көбірек көңіл бөлдім, өйткені бізге бір Саратов облысынан келген оқытушы сабақ беріп, ерекше бір қызығушылық пайда болды математикаға. Сосын мен көптеген жылдар сол математика олимпиадаларының жеңімпаздары болдым. Математикте болғым келді, шын айту керек. Өзім қатты қадірлейтін, бағалайтын азғантай достарымның біреуі Бақтықожа Ізмұхамбетов Салахатинұлы. Ол кісі жалпы адам баласы әке мен ананың сүтімен, қанынан жаратылғаннан кейін талантты болып туады негізі. Сол талантты тәрбиелейтін, оның жаңа уақытында сол талантын ашатын оның ортасы. Меніңше Бақтықожаның ортасы өте жақсы болған. Ол кішкентайынан домбырада, мандолинде, баянда керемет ойнаған. Сонымен бірге ол әдебиетте өте жақсы көрген. Кішкентайынан өлең жазды. Ақын болғысы келген, журналист болғысы келген, бірақ енді өмір әртүрлі болады осы. Мұнай саласына кетіп қалған. Содан ұзақ жылдар сол мұнай саласында өте өнімді жұмыс істеді. 90 жылдардың аяғында өте бізде қиын жағдай болып тұрған кезде, әсіресе мәдениетімізге, журналистикаға өте қиын болып тұрған кезде Алматыға осы мұнай компаниялары көшіп келе бастады. Соның алғашқысы болып, сол департаменттің бастығы болып Бақтықожа келді. Мен сол кезден бастап оны жақын танысып, жақсы пікірлес болып кеттік.
бірімізді біріміз бағалап кеттік. Ең бірінші есімде сол жылдары ата жұрттан Анадолуға дейін деген Қалип Алтайдың кітабын шығарылмай жатты. Сонымен Бақтықожа ол кезде Қазтүркмұнайдың бас директоры, соған барып осы мәселені айтып едім, бірден кітапты шығаруға көмектесті. Ең алғашқы Қалип Алтайдың кітабын сол Бақтықожа шығарып бергенбіз. Бір кейде отырып бірдеңе жазайын десең ештеңе келмейді ойға. Келген кезде оның өзің жылдамырақ қалай жазып үлгеру керек. Міне осындай осылай туындаған бірнеше менің өлеңдерім бар. 5 өлеңдер жинағым бар. 6-шысын биыл жылдың аяғында баспаға беремін деп ойлап жүрмін. Ол да көптеген жазған өлеңдер, кейбіреулер берілмей алған өлеңдерім бар. Жазылған арасында жазылған өлеңдер бар. Кейбір өлеңдеріме мысалы Илья Жақанов ән жазды. Топчевский дейтін атақты кісі композитор ән жазды. Заттыбек көп болсын жазды. Елена Абдықалықова ән жазды. Сондай бірнеше әндер бар қазір айтылып жүрген. Мысалы мына көңіл толқуын Тамара үлкен қалғаным жоқ, өмірден құралақан дәрежем жоқ, біреуден сұрап алған деп айтылып жүрген, ол менің сөзім. Кімнің Заттыбектің өзі орындап жүр бір бөлек әндерді. Сосын кім менің достарға деген әнді айтып жүр кім? Жұбан Шексенұлы. Достар-ау, достар күйгемей, күндерде солар күймедей, үзіліп түскен түймедей жүрсеңдер екен сиремей деп айтылып жүрген ән. Ол да мен жазған сөзім. Мына Тамара Асар қарындасымыздың бақыт теріп дейтін ән айтып жүр. Жыл мезгілі өзгерер, уақыт келіп, құстар кетер, өлеңін айтып беріп. Баларадай гүлдерден шырын жиған, адам жүрер өмірден бақыт теріп деп айтып жүрген. Ол да менің сөздерім. Бұл кісі өзі ақын жанды, ақын, ол кісінің бірнеше кітаптары шықты. Таяуда ғана Францияда, француз тілінде бір кітабы жинағы шықты. Біз оны көрдік, енді таяуда соның тұсаукесері болады. Бұл кісі әнші, өзі оның үстіне бірнеше өлеңдеріне ән жазылған, өзі бірнеше музыкалық аспапта ойнайды. Осындай бір романтикалық сезімнің адамы, адамның бойында тазалық болу керек, бір адалдық болу керек, мына өмірге құштарлық, арман, жаңағы бір сол анау кезіндегі жастық жігерден айнымау керек. Өнер деген дүние бұл ешқашан қартаймау керек. Сондықтан бұл кісі сол талаптың үрдісінен шығып жүрген бір соның менің жақсы көретін ағам. Қарлығаш қиялын есі алып тербелемін. Мен тек қана өлең жазған жоқпын. Айтпақшы, біздер музыкантпыз, вообще семьяларымызбен. Менің анамның домбырасы мына орталық мұражайда ілулі тұр. Аса белгілі домбырашы кісі менің анам. Менің іні қарындастарым бәріміз музыкант болдық. Мен әлі күнге дейін музыкалық инструменттердің көбінде ойнаймын. Гитарамен өлең айтам. Менің анам, жаңа домбырашы айттым ғой, Жұмекен Нәжімеденовті арқалап өсірген. Жұмекен Нәжімеденовті арқалап өсірген кісі менің анам. Жаңа домбырашы атақты әйгілі. Жұмекеннің өзі атақты домбырашы кісі, ол білмейтін шығарсыздар. Ол кезінде консерваторияға түсем бе, журналист боламын деп келген кісі ғой. Міне сол менің анам арқалап өсірген Жұмекенді. Оны жұрттың бәрі біледі, талай адамдар өте жақсы біледі. Екеу Жұмекеннің әкесі менен менің анамның әкелері көрші колхоздардың председателі болған. Менің анам үлкен олардан. Соң кішкентай кезінде арқалап өсірген Жұмекенді. Апам күні кешеге дейін Нәсіп апам қазақ кісі жылда анама барып сәлем беріп тұрады еді, менің анам қайтыс болғанша. Менің аяғымда осындай адамдар болған. Жұмекен айтып отырмын, Жұбан бар, Фариза бар. Неге мен өлең жазбаймын мен сондықтан. Мен ұстаз жанұясында өмірге келіппін. Сол әкемнің абыройы үшін кішкентайымнан мектеп табалдырығын аттағаннан бастап жақсы оқуға тырыстым. Мектепті үздік бітірдім медальмен. Одан кейін Уфа қаласындағы ол кезде елімізде 4-ақ мұнай институты болатын. 5-ші, одан кейінірек
5-ші мұнай Ивано-Франковский институтында мұнай институты ашылды. Сол 4 мұнай институтының ішіндегі бір белгілі мұнай институты, Уфаның мұнай институтының Тау-Кен мұнай факультетіне оқуға түсіп, бітіріп, өмір жолын бұрғылаушының көмекшісі, бұрғылаушыдан бастап, көп жыл мұнайда қызмет істедім. Сол алғашқы жылдары өндірісте, одан кейін ғылыми зерттеу институтында жұмыс жасадым. Совет үкіметінің кезінде біраз жыл советтік мамандар тобының басшыларының бірі ретінде шетелде, араб елдерінің бірінде, дәлірек айтқанда Йеменде қызмет істедім. Бірінші семестрде Қазақстан жазушылар одағының күндері өтейін деп жатыр деп Башқұртстанда естіп, жазушылар одағын өзіме жаңа 2 институтта оқыдым дедім, уақыт жетпей жүрген өзінде мен тауып алып жазушылар одағын. Соған сұранып келгенде өлең оқимын деп. Соған үлкен кездесу Мұстай Кәрім деген атақты белгілі адам бар ғой, сол кісі басқарды. Жаңа сол жиналыста отырдым, ұзақ уақыт арт жақта сөз беріп, өлең оқып, сахнадан түсіп бара жатсам, бір үстінде қара костюмі бар, ол кезде стилягі дейді, тар шалбары бар, бір мойны ұзындау, жүдеу жігіт қолым саусағымен шақырып алды. Сосын сұрады, қайдан жүрген баласың? Осылай мұнай институтында оқып жатырмын, 1-ші курсқа түсіп. Сонда ол айтты маған, мұнайшы болсаң, сенен ақын шықпас, бірақ ақын жанды адамдардың жаны нәзік болады, сен бұны тастама дейді. Сосын мен сұрадым, аға сіз кім боласыз деп. Мен Төлеген Айбергенов деген ағам боламын. Иә. Сосын сол жерде сол кісінің өлеңдерін оқи бастадым. Соған ол кісі менің иығымнан қағып, әй сен шынында да өзің поэзияға жақын адам екенсің ғой деп иығымнан қақты да кетіп қалды. Сол бұл 66 жыл болады. 67 жылы Нукус қаласында іссапарда жүріп ол кісі дүниеден озды. Енді қараңыз, кеңес заманында Қазақстан емес, Совет одағы емес, Йемен деген елде үлкен Совет одағы ол кезде өзінің қанатын кең жайған кезінде Йемен елінде үлкен мұнай табу, мұнай шығару, өңдеу деген сияқты, разведка жасау деген сияқты нәрселерде үлкен мүдделі болып, соның бір емес бірегейі. Біріншіден десек. Содан кейін шын айту керек, осындай азаматтар Совет одағының өзінде, Советтік Москвада да, Ленинградта да, басқа жақта да қалуға мүмкіндігі болды, бірақ дегенмен елге келіп еңбек еткен. Ең алғашқылардың бірі болып министрлікке келіп, жаңадан құрылған тәуелсіз мемлекеттің министрлігіне келіп жұмыс істеп. Сол кездегі біздің шикізат нарығы, басқа деген сияқты дүниелер жасаған азаматтардың бірі. Мен білсем, Қазақстанда мұнай деген мәселеде, газ деген мәселеде, шикізат деген мәселеде тереңіне баратын, тіпті қажет десеңіз оның философиясына баратын азаматтардың саны көп емес. Бірақ Қазақстанның жерін де білетін, табиғатын да білетін, оның болашағын да түсінетін азаматтар соның ішінде енді бас көзі Батыржан Салахаддинұлы. Өмірімдегі ең үлкен бір жасаған ерлігім сол Йеменде болды, шын айту керек. Ол мынандай жағдай болды. 86 жылы өзара екі басшы келісе алмай қалып, соғыс болды. Сол соғыста біз жаңа жылдан кейін, жаңа жылда бастықтың үйінде экспедицияның советский нефтеразбежный экспедиция деген болды. Соның бастығының үйінде қарсылап, жаңа жылдан кейін бізге үйге жиналу керек еді бәрі. Басшыларымыз ғой енді жаңа. Сол кезде как раз бір ойда үлкен қиын жұмыс болып, соған кеткен кезде соғыс басталып кетті. Аден деген қалада тұрдық. Соған бізді эвакуацияға сұрайтын қылды, жаңа машинамен алыс Муколла дейтін портқа апарып, сол жерден кемеге тиеп, Африкаға алып барып, Африкадан самолетпен Москваға алып кету керек болды. Сонда жаңа екі басшы, бірінші басшы, екінші басшыны құртпақшы болған ғой. Құртты шынында да, бұл танкіде кетіп баратқанда атып өлтіріп құртқан. Сосын өзі жеңіліп бара жатқасын жаңа басшы. Кетіп бара жатқан біздің жаңа колоннаны аттап тапсырма берген. Ескі анау бір тау сияқты биік жерлер бар, солардың аңғарлардың арасымен жүріп өтеді жаңа жол. Соны кетіп бара жатқанда екі жағына да үлкен зеңбіректер қойып, бізді алу керек болған. Сонда жаңағы тапсырма берген кісі Құдай сақтап атпай қалған. Содан аман қалдық. Енді ол бір өлмей қалғанымыз. Одан кейін экспедицияның бас технологы, экспедицияның бастығы болып,
91 жылы Алматыға министрлікке жұмысқа келдім, бөлім бастығы болып, онан кейін сол 91-92 жылдары мұнай газ басқармасын басқардым. Қазақстанда егемендік алған жылдарда, алардың алдында шындығын айтқанда, бірінші шетелдік инвестицияменен бірлескен мекеме ашып, сол бірінші бірлескен мекеменің бас директоры болдым. Ал жалпы мен бұл кісіні 1994 жылдан бері білем. Премьер-министрдің Түркияға алғашқы ресми сапары кезінде осы Бақтықожа ағаның самолетімен ұшты премьер-министр. Ол кезде қиыншылық заман, 90 жылдардың тапшылық кезі, қаражат жоқ, қазына тып-типыл, бюджетте қаражат жоқ, қаржы жоқ. Сол кезде мен бұл кісімен таныстым, алғаш рет. Маған жаңа журналистерді тапсырылды. Соларға қарау, бас көз болу деген сияқты. Сол кезде осы Бақтықожаға маған көмек жасады. Сол кезде мен бұл кісімен етене жақын танысып кеттім. Содан бері міне 30 жыл уақыт болды бұл кісімен таныс болған. Әр адам өзінің айтқан сөзімен ісіне жауап беру керек. Адам бойында ең бірінші болу керек нәрсе адамда жауапкершілік болу керек. Өзінің арының алдында, өзінің жанұясы алдында, өзінің елінің алдында, өзінің жұмыс жасап жүрген коллективінің алдында оның ары таза болу керек. Сондықтан қашанда адам істеген ісіне жауап беретінін еш уақытта ұмытпау керек. Ең жек көретін нәрселерім біреу емес, жек көретін нәрселерім бірінші көрілмеушілік жек көремін. Сол көрілмеушіліктің бір түрі ғой, мысалы қызғаншақтық деген сол көрілмеушіліктің бір түрі. Екінші мен аса жек көретін нәрсем сараңдық. Сараң адам, қазақта бір жаман сөз бар ғой, алтынды астыңа басып отырып, астына ілуге болмайды деген. Адамдар бар, мысалы қалай байса да, ең болмағанда айналасында ағайына көмектеспейтін адамдар бар. Құдай сақтасын. Құдай бергенге береді деген сөзді еш уақытта ұмытпау керек. Ең керек нәрсе деген адам тек қана еңбекқор. Тек қана еңбекпен ғана адам білім алады, еңбекпенен жақсы жұмыс жасап, өзіне жағдай жасайды, еңбекпенен ғана өзінің айналасына пайда істейді. Бақтықожа Ізмұхамбетовтің еңбек жолын қарап, бір жол өтсек, үлгі өнеге теретін тұсы көп. Ол әуелі инженер техника ғылымдарының докторы. Мұнай және газ саласында бірқатар басшылық қызмет атқарды. Энергетика және минералдық ресурстар министрі болды. Батыс Қазақстан және Атырау облыстарын басқарды. 6-шы сайланған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы болды. Мұның бәрі талай жылдар бойы адал атқарған еңбектің жемісі. Бақтықожа ағамыз сияқты сан түрлі қызметті абыроймен атқарған еңбек ерлерінің мол тәжірибесін ел кәдесіне жарату керек. Сол үшін де мұндай ел ағаларының парламент қабырғасында жүруі заңдылық.